Алло, ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыз, сәбит, жағдайыңыз қалай? Рахмет, жасайсыз, қалайсыз? Шүкір, аман есен. Жақсы. Әмір қалай? Әмір қазір шығады. Қазір шығады. Иә, сабақтарыңыз қалай болып жатыр? Сәбит, как ваши уроки в школе? Жақсы, рахмет. Анаңыз қалай? Как ваша мама? Тағы да жақсы. Сіз қалайсыз? Шүкір, аман есен. Сол сабақ өткізіп жатырмыз. Осы апта оқушыларым тұрақталып қалды. Распределились нормально, что какое время кто будет. Ассалаумағалейкум. Әмір, қалайсыз? Рахмет, жақсы. Уағалейкум ассалам. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Ваше настроение нормально, да? Я. Жақсы. Так. Виктор, өткен жолы біз не өтіп едік? Мы проходили с вами в прошлом уроке. Кешкі сабақта біз правила өттік. Ережелер өттік, иә? Какие правила проходили? Закон сингармонизма. Закон сингармонизма. Еще? Грамматика. Грамматику проходили, да? Я. Ага. Сіздерге түсінікті болды ма? Вам было понятно? Я. Понятно болды, жақсы. Видишь? Я. Прошлый урок, өткен сабақ сізге түсінікті болды ма? Прошлый урок понятен вам? Есть вопрос? Я. Түсінікті болды, иә? Так. Өткен жолғы өткен сабақтарды бір-екі қарап жіберейік. Әмір, сізбен. Дайынсыз ба? Я. Жақсы, кеттік онда. Как будет слово выходить? Шығу. Аэропорт. Уезжай. В начале. Басым. Басында. 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 Напротив. Қайсысы. В конце. Конце, так, конце. Аяқта. Аяғында. Так, в центре. Орталықта. Может быть. Может быть. Может быть. Болады. Нет. Может быть так. Бар шығады, иә? Может быть, это бар шығады. Бар шығады. Ну, это потому что приходит в конце, потом это қатты есте қалмайды. Түсінемін оны. Может, там есть какой-то учебник? Қалай аударсақ болады? Иә, бізге қазір ана кірістеміз. Қазақ. Қалай? Қазақ. Не, Амир, я сізге айтып жатырмын. Может, переведите, пожалуйста, это предложение. Может, там есть некоторые учебники? Может быть, бар шығару. Да, это в последнем приходит. В конце. Анда. Оқулықтар.
бізге солай қылық. Большеграды. Бұл Большеграды. Керемет. Сәбит, қолыңыздағы кітап кімнің кітаптары? бұл менің кітаптар. Бірінші қазақ тілі 11-ші сыныптың Дүйсебаев және Байтелеева. Және екінші. Солай да? Иә. Тағы да солай. Автор Бектұров па? Бектұров и Бектұров. Жақсы. Так, ну, для них, наверное, чуть-чуть рановато, не знаю. Не полистал еще. Посмотрим. Так, Сәбит, сізге. Так. Следующий, қалай болады? Сәбит. Келесі. Нельзя. Нельзя. Не знаю. Болмайды. Болмайды ондай. Болмайды. Болмайды разве не будет? Тоже используется так. Это казах тілінің некоторые слова, ну, одного значения дают. Солай қолдана береді, да? Как амонимы. Не как амоним, но расширенный использование. Так, дальше. Позвонить. Телефон соғу. Жақсы. Угол. Как? Угол. Больше. Перекресток. Даңғыл. Парикмахерская. Шаштас. Жақсы. Кешіріңіз сұрауға бола ма, Сәбит? Сұрақтай жоқ. Не, кешіріңіз сұрауға бола ма? Извините, можно спросить? Так. Скажите, пожалуйста. Айтыңызшы. Где находится? Қайда орналасқан? Большое спасибо. Үлкен рахмет. Можно? Боламын ба? Можно. Болам ба? Рұқсат па? Можно, это будет рұқсат па. Керемет. Жақсы жақтаған сияқтымыз. Так, келесі біз кеттік, енді қазір грамматикаға өтейік. Өткенде грамматиканы қайталадыңыздар ма? Әмір, Сәбит? Иә. Әмір, сіз қайталадыңыз ба, көрдіңіз ба? Әмір? Я? Домашний задание қандай болды? Жұмысы таблицалай жаттау керек. О, жақсы. Так, Әмір, бастайсыз болыңдар? Таблица, найди, пожалуйста. Вот, ну да, я. Ал. Но таблицу я забыл. Жақсы, жастамадыңыз ба? Я. Жақсы, кекетпейді, ничего страшного. Так, Әмір, Сәбит сіздерші? Қаке, сұрақтауға, соңынан танысуға, отоюға, тыңдауға, алуға болама, көруге, білімге, келуге, сөйлеуге болама. Қаке. Сөйлесуге, Я. Так, Осында, деп, те, да, де. Тағы да үлік септік жалғаулайы. Нын, дын, тін. Келесі. Все вроде. жақсы. Соға.
Использовать мы можем, да? Қолдана аласыз ба? Сөйлемде, сөйлеген кезде. Я. Ага. Жақсы. Так, спросите меня, пожалуйста. Так, ходить можно? Кешіріңіз, кіру бола ма? Кіруге бола ма? Кіруге бола ма? Жақсы. Кіруге бола ма? Спросить можно? Сұрауға бола ма? Сидеть можно? Отыруға бола ма? Так, Әмір, сізден. Әмір. Я. Алу бола ма? Алуға бола ма? Ага, алуға бола ма? Можно послушать? Ну, послушай. Тыңдауға бола ма? Можно ходить? Можно заходить? Баруға кіруге бола ма? Посмотреть можно? Көруге бола ма? Узнать можно? Можно узнать? Білуге бола ма? Жақсы. Дальше кеттік. Ғаге, қаке, сіздерде норм деп есептейік. Жақсы. Алла қаласа. Так, дальше идем. Ары қарай әрмен кеттік. Әмір, оқушылар қайда? Оқушылар мектепте. Аха, жақсы. Дәрігерлер қайда? Дәрігерлер ауруханаға. Қайтадан. Дәрігерлер қайда? Дәрігерлер дәріханаға. Я спросил, қараңыз, не главное тут... Так, Сәбит жауап беріп көрсін. Дәрігерлер қайда? Сәбит? Дәрігерлер ауруханада. В чем различие тут? Ауруханаға, если мы говорим ауруханаға, это уже направление дает. А если мы говорим ауруханада, это уже нам дает местоположение. Место расположения берет. Әмір, түсінікті болды ма? Әмір. Я. Тағы да бір тексеріп көрейік анда. Саудагерлер қайда? Саудагер. Саудагерлер. Где продавцы? Саудагерлер, базарда. Ага, базарда. Так, дәрілер қайда? Дәрілер. Дәрілер? Ага. Дәрігерлер, так, дәрігерлер. Не, дәрілер. Дәрілер? Дәрілер, дәріханаға. Қайтадан. Ну, слово правильно? Дәріханада. Ага, дәріханада. Не забудьте, пожалуйста, окончание да. Да, где, где, это очень важно. Если вы не говорите правильно это окончание, то смысл меняется слово. Әмір? Я. Онда кімнен сұрайық? Сәбиттен. Сәбит? Я. Так. Дәріхана қайда? Дәріхана көшеде. Көшеде, жақсы. Қай көшеде? Орынбор көшеде. Қандай? Орынбор көшеде. Вот, қараңыздар. Если мы говорим... Орынбор көшеде. Көшесінде.
көшесінде. Орынбор көшесінде. Так, сейчас. Көшесінде. Когда мы говорим уже с этим, определяем именно, и соның жайында бір сөз қолданатын болсақ, мы, что-то хотел здесь, да? Мы используем ында, инде деген нәрсе қосылады да уже. Көшесінде. Орынбор көшесінде, иә? Орынбор көшесінде. Дүкен қай жақта? Дүкен анда. Қайда? Дүкен үйдің қарсысында. Аха, жақсы, әдемі. Үйдің қарсысында. Правильно сказано. Так. Әмір, сізбен. Иә. Так. Асхана қай жерде? Асхана үйдің жағында. Үйдің қай жағында? Үйдің жанында. Жақсы. Мейрамхана қай жерде? Мейрамхана қаладан шетінде. Қаланың шетінде. Аха, жақсы, қаланың шетінде. Правильно используете. Жақсы. Так, енді қаланың қай шетінде? Қаланың сол шетінде. Аха, сол жақ Солтүстік. солтүстік жағында немесе сол жақ бетінде немесе шетінде. Сол жақ шетінде. Можно так использовать. Әдемі? Әдемі. Так. Так. Так, не сразу. Так, Сәбит, алдағы кімнің компьютері? Әкемнің компьютері. Әкеңіздің компьютері, иә? Әкемнің компьютері. Біз бұл жерде қандай нені қолдандық? Жалғауды? Түсінбедім. Какое окончание мы использовали тут? Үлірсептік. Ага. Әкемнің мы использовали. Әкемнің компьютері. Так, жақсы. Әмір, алдағы кімнің қаламы? Аудаға кімнің Қаламы. Алама? Иә, болмаса алдыңызда не тұр? Дәптер тұр ма? Кімнің дәптері онда? Алдым. Кітапханаға? Нет. Кітапханаға? Нет. Дүкенде? Чьи это ручка или чьи это тетрадь? Қала. Әмір, қараңыз. Кімнің қаламы? А как вы должны ответить? Біздің қаламыз. Ну, может. Біздің қаламыз или біздің қаламымыз. А сіздікі болса, если это ваш? Сіздің қалаңыз. Мой это как? Қала. Мой это как будет? Менің қаламым. Менің қаламым. Дұрыс, нұсқасы менің қаламым. Жақсы.
Бұл жақ түсінікті болды ма сізге? Иә. Иә. Түсінікті болды, иә? Керемет. Так, біз армен қарай жүреміз онда. Так. Мен сіздерге сұрақ қояйын қазір. Я? Жарайды. Ну, одинаковый. Давай бірінші Сәбиттен бастайық. Сәбит, мы с тобой встречаемся в Лондоне или Америке, в Казахстане емес. И я спрашиваю. Сәбит, сіз қай жерденсіз? Мен Қазақстаннан келдім. Ага. Вкратце қалай болады? Мен Қазақстаннан да. Мен Қазақстаннанмын. Ага, Қазақстаннанмын. Қазақстаннан. Болмаса екінші сұрақ қояды. Қайда тұрасыз? Мен Қазақстанда тұрамын. Қазақстанда тұрамын. Ага. Жақсы, Қазақстанның қай жерінде тұрасыз? Қазақстанда Астанада тұрамын. Астанада тұрамын. Астанада тұрасыз, иә? Иә. Астананың қай жерінде тұрасыз? Астанада Орынбор көшесінде. Астананың Орынбор көшесінде. Иә. Орынбор көшесінің қай жағында тұрасыз? Орынбор көшесінің Қайталап жөніңіз, маған дұрыс естілмеді. сол жағында. Аха, сол жағында. Ында, иә? Иә. Сол жағында. Керемет. Жақсы. Так. Әмір. Иә. Сол, так. Сізге сұрақ қойып көрейік, Әмір. Қайда тұрасыз? Мен Қазақстанда тұрамын. Қазақстанның қай жерінде тұрасыз? Қазақстанның Астанада тұрамын. Қайда? Астанада тұрамын. Былай. Астананың қай жерінде тұрасыз? Астанада Есіл районда тұрамын. Астанада Есіл ауданында тұрамын, иә? Ауданында. Ауданында. Ауданында тұрамын. Есіл ауданының қай жағында тұрасыз? Есіл ауданында. Вот, көрдіңіз, қараңыз, Әмір, посмотрите. Если уже, когда вы, если ауданның внутри Есільского района вы говорите, онда біз Есіл ауданның именно, ауданның деген сөз қолдану керек болады. Ауданның. Ауданы, қате қосады. Ауданының. Енді көріңіз. Есіл ауданының қай жерінде тұрасыз? Есіл районда. Есіл ауданының. Есіл ауданында Орынбор көшесінде тұрамын. Именно бұл жерде айтып Есіл ауданының. Есіл ауданының Орынбор көшесінде. Орынбор көшесінің қай жағында тұрасыз?
Bir Orenburg Orenburg көшесінің сол жағында тұрамын. Орынбор көшесінің сол жағында тұрасыз. Сіздің үйдің жанында не орналасқан? Менің үйім менің үйім так сол ну сол да сен орталықта орналасқан. Жақсы. Так, сейчас мен не қосам? Демонстрация қосам сіздерге. Сіздер маған айтып отырасыздар, екеуіңіз согласованно жауап беру керек болады, чуть-чуть тест болады. Сәбит? Я. Так, не айту керек? Жауабың. Сауда. Ага. Какой из них? Торговля. Третий. Торговля. Третий, да. Третий торговля. Правильно. Учить кету, когда учить кету. Улететь куда улететь? Первое. Я. Правильно. Сосын? Үшінші. Аптека үшінші. До. Стоп. Да, там написано. Да. Рынок. Ну. Так, рынок. Ноготь. Сәбит? Мен бірінші ойлаймын. Знак. Помый. Тут ноготь, да? Да, ноготь. Далее. Посмотрим. Я больше. Шма. Екінші. 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 Одинаково, да? Келсей сұрау екеуіңізді. Керемет? Да, екінші. Ага. Ассалаумағалейкум. Так, жігіттер. Но. Я? Алло. Көріп тұр ма сіздерге? Так. Демонстрация. Демонстрация қосылып тұр ма? Мен сізді ес. Көріп тұр ма? Так, понял. Жігіттер?
Amir. Amir. Дерево. Дерево. Забит. Забит. Ага. Дерево. Ага. Забит. Забит. Да, Какое ты дерево? сама? Забит. Какое дерево? Там быстро, моментально, понемногу. Быстро, моментально. Понемногу. Быстро, скорость. И срочно. Сколько раз ты делаешь такое? Забит. Минус что-то это еще. Минус что-то это еще. Twitter. Amir. Алло. Amir. Ага. Sabit. Eshitib o'tirmi? Sabit. Забит. Я. Забит. Я. Забит прямо сейчас. Забит прямо сейчас. Так. Забит. Что? Что? Наши учитель, походу, и камера, и звук подключен. Но звук поначалу было слышно, но он сейчас... Забит, ты видишь то, что ты сейчас на его экране? Забит, что ты сейчас на его экране? Тоже. Ну, Забит. Забит. Что? Давай что ли? Давай что ли? Закончим этот звонок, чтобы он смог переключиться, и когда он переподключится, новый. Новый. Что? А просто предлагал, чтобы подождать, когда он переключится. Ну, я иду. Не знаю. Я иду. А мышка там еще отображается? Там еще отображается? Мышка, да. Мышка, да.
скайпе. Теперь, если момент должен. Амир. Жігіттер қалайсыздар? Я. Алло. Көрініп тұр ма? Я. Шүкір. Так, онда кеттік ары қарай. Дереу қалай болады? Быстро, моментально. Срочно. Что сделать? Қалай? Что сделать? Отгадывай. Тоже завис. Он. Жігіттер. Я. Я. Қазір не болса да? Аудио болып шығып жатыр ма? Так, меня не видно, да? Или вам видно? Біз сізді, мен сізді көре алмаймын. Жақсы. Неше, экран көрініп тұр ма? Экран тағы да көре алмаймын. Жақсы. Ал ендеше. Көрінді ма? Қазір загружается. Я көре аламын. Я көремін. Көрінеді, е? Жақсы, жауаптарыңыз. Дереу, ол срочно. Еще. Так. Әмір, Да, я көремін. қайсысы болсын? Быстро, моментально, понемногу, быстро, скоро, срочно. Таңдаңыздар. Амир. Дереу. Амир, Да, выбирай. я здесь, я смотрю. Быстро, моментально, понемногу, быстро, скоро, срочно. Дереу. Какой из них? Ну, быстро, что ли? Ну, директор. Дереу. Срочно. Сәбит келтіріш па? Сабит. А что? Я. Еще тағы да срочно. Быстро, моментально. Жақсы. Мазалау. Мазалау. Сана. Беспокоить, тревожить. Я. Тағы да. Дұрыс. Келесі. Алло.
Мгм. Ваш ответ, пожалуйста. Сіздердің жауаптарыңыз. Кешкі сағат алтыда. В 6 часов вечера. Әмір сізде? 6 часов вечера. Әмір келісесіз ба? Кешкі сағат 6-да. Кешкі сағат 6-да. Мгм. 6 часов вечера. 6 часов вечера. Мгм. Келесі. 90. 90. 90. 90? 90? 90. Я точно. Мгм. Жанесу. Әмір? Әмір? Келісесіз ба? Я Кремон. Так. Кремон. Ну так, я думаю, что Жармасу это будет схватить. Схватить. Мгм. Біріншісінде, иә? Дұрыс. Жігері. Кукуруза. Әмір? Келісесіз ба, Әмір? Жугере это кукуруза. Да, жугере. Да. Ущел. Треть. Ущел это трое. Ущел. Келісесіз ба? Сәбит келісесіз ба? Я больше. Давай. Мгм. Потуши. Оқытушы. Я, короче, Оқытушы. преподавательница. Преподавательница. Да, преподаватель. Пайдалы. Полезный. Полезный, я. Больше. Раньше был. Жемызедек. Фрукты. Четвертый. Я. Сомга. Мгм. Келде. Фрукт. Третий. Вот, үшінші. Солай ма, Сәбит, келісесіз ба? Грудь, Я. да, третий. Грудь, да, третий. Аспаптар. Зашибись. Ну, проблема была, из-за того у вас, наверное, нормально, можно считать. Так, дальше кеттік қой онда. Я. Жігіттер, керемет жауап бердіңіздер. Жиырмадан үшеуінің ғана қате болды, қалғаны дұрыс болды. Так, бізде сабақ ерте аяқталады, тапсырма бере берейік. Вы знаете эти слова? Я. Мы пошли, сіздермен бірге өттік бұны. Енді сіздерге үйде тапсырма, как вы знаете грамматику, вы знаете слова, вы знаете, что еще, произношение. Енді осылардың ертең сөйлем құру керек. Сөйлем болған кезде мәтін, текст надо написать, домашнее задание, минимум 5-6 предложений. Мен Астанада тұрамын, как называется.
тұрамын дейсіздер. Одан кейін барып, сіздер мұнда постарайтесь сказать достопримечательности, которые есть у вас. И атауға тырысыңыздар. Они вот тут там расположены деген сияқты. Мына жерде орналасқан, оң жағында, сол жағында. Попытайтесь использовать те слова, которые мы прошли с вами. Я. Әмір, Сәбит, сөйтіп, сіздер кемі енді 5-6 или 10 шақты сөйлемнен құралатын бір мәтін жазып бересіздер. Мәтін. Я. Мәтін жазу бұл үй тапсырмасы сіздерге. Бұйырса. Я, жақсы. Жарайды. Тапсырма түсінікті ғой, Я. Я. Аха. Көп рахмет сіздерге сабаққа қатысқандарыңыз үшін. Бұйырса келесі сабақтан бастап новый тема өтеміз. Сіздер бұл теманы бітірдіңіздер, бұл тақырыпты аяқтадыңыздар. Енді жаңа тақырыпқа өтеміз сіздермен бұйырса. Я. Жақсы, онда сау болыңыздар, аналарыңызға дұғай сәлем айтыңыздар. Передавайте привет маме. Я. Жақсы. Сау болыңыз. Сау болыңыз.